Әлеуметтік желіге күнделікті өміріңізді көрсету арқылы өзіңізге үлкен қауіп төндіріп жатқаныңызды білесіз бе? Баршаңызға сәлем. Бүгін біз Криса фильміне шолу жасайтын боламыз. Бастамас бұрын арнаға тіркеліп, лүпілдеріңізді аямаңыздар. Хакер белгісіз бір қыздың компьютерін бұзады. Бұл Эмма, және ол өте қарапайым қыз. Жақында ғана Нью-Йоркке көшіп келеді. Әдеттегідей үйінде қалған ата-анасы қызын уайымдап, жиі-жиі хабарласып, оның жағдайы мен қалай орналасқанын және пәтерін көрсетуін сұрайды. Барлығын видеомен көрсетіп болған қыз заттарын орналастырып, ұйықтар алдында өзінің ескі суреттерін көріп, естеліктерге ерік береді. Не керек, сурет қарап жатып ұйықтап кетеді. Осы кезде қыздың көзілдірігінен суреттердің жылжып, үлкейіп жатқанын байқаймыз. Ертеңіне үлкен қалаға көшкен кез келген адам секілді қаланың әдемі жерлерін көруге шығады. Телефоны тоқтап қала бергені болмаса, Нью-Йорк өте әдемі еді. Негізі Эмма мұнда оқу үшін көшіп келген болатын. Ол кітапханада отырғанда бір жігіт келіп, екеуі телефон нөмірлерімен алмасады. Апта әдеттегідей басталып, қыз тырнағын бояп отырады. Ал хакер болса, оның тырнақтарын суретке түсіріп алады. Бұл фильмде барлық видеолар мен суреттер телефонның немесе компьютердің камераларына түсірілген болатын. Эмма үйде ойын ойнап, артынан құрбысымен кездесіп, жігіттерді талқылайды. Кешкісін үйге келген қыз телефонмен сөйлесу барысында өзінің мекен-жайын айтады. Түсінгеніміздей, мұны хакер жігіт естиді. Кейін бұл күтпеген жағдайға алып келеді. Ал әзірге Эмма аяқтарының жүнін жұлуда. Қызға ылғи да оны біреу аңдып тұрған секілді көрінеді. Таң атып, Эмма анасының көмегімен тамақ дайындауға тырысады. Дегенмен ештеңе де шыға қоймайды. Қарапайым студент қыздың өмірі еді. Эмма Майклмен кездесуге келеді. Екеуінің ара қатынасы жақсы өрби бастайды. Эмманың әңгімесінен оның бұрынғы жігітімен нашар ара қатынаста болып, екеуі бір-бірімен өте жаман нотада ажырасқанын білеміз. Бір күні Эммиге пакет жеткізіледі. Қораптың ішінде оның заказ бермеген бритвасы келеді. Үйге қазір біреу кіріп келетіндей болып көрінгенімен ешкім де келмейді. Солай таң атып, күнделікті анасымен сөйлесу, универге бару қайталана береді. Эмма үйден кетіп қалғанда, оның айпадында өзінен өзі видео қосылады. Үйге келген қыз өзінің әлеуметтік желідегі аккаунтының бұзылғанын түсінеді. Ол өзінің құпия сөзін өзгертіп, ноутбугын жөндетуге алып келеді. Кезекті Майклмен кездесу, оның достарымен танысу, құрбысымен сөйлесу. Бір күні Эмма Майклды қонаққа шақырады. Екеуі бірге ойын ойнап, артынан құшақтасып жақындасуға тырысады. Не керек, Майкл үйіне оралып, Эмма ұйықтауға жатады. Эмма бірден есікті қаққан кім екенін білуге тырысады. Дегенмен сыртта ешкімде жоқ еді. Бұл Эмманы қатты қорқытқанымен ішіп алған біреу болар деп өз-өзін жұбатады. Артынан өзін аймалаған қыз Майклмен сөйлеседі. Жігіт оған жаман кино жіберіп, қыздан суреттер сұрай бастайды. Жігіт оған 18+ кино жіберіп, қыздан ашық суреттер сұрай бастайды. Қыз бірден Майклға хабарласып, не жазып отқанын сұрайды. Дегенмен жігіт өзінің әлеуметтік желідегі парақшасының бұзылғанын айтады. Эмма оған сенбей, екеуінің ара қатынасын шамалы уақытқа доғара тұруы керек екенін айтады. Өмір күнделікті бір сарынмен өтіп жатқанымен, бірдеңе дұрыс емес секілді көрінетін. Үйде бәрі бар болғанымен, қыз ешқашан кіріп көрмеген шатыры бар еді. Барлығынан шаршаған қыз құрбысымен демалуға шыққысы келеді. Эмма жақсы уақыт өткізіп келе жатқанда, үй ішіне белгісіз біреудің кіргенін байқаймыз. Ішіңкіреп алған қыз үйге келіп, киімдерін шешіп тастап, ұйықтауға жатады. Таңертең басы ауырып тұрған ол дәретханаға келеді. Ертеңіне сабақтан кейін үйге келген қыз есігінің құлпының бұзылғанын біледі. Ол бірден құрбысына хабарласып, видео қоңыраумен үй ішіне кіреді. Эмма шатырға көтеріліп жатқанда, қыздың телефоны құлап кетеді. Барлығы жақсы болғанымен, қыз уайымға салына бастайды. Не керек, амалы жоқ, ұйықтауға тура келеді. Шамалы уақыт өткеннен кейін алыстан бір адамды байқаймыз. Бірақ қызға тиіспейді. Эмманың күнделікті өмірі әдеттегідей жалғасын табады. Оған Майкл келіп жалғызсырамасын деп мысық сыйлыққа әкеліп береді. Қыздан кешірім сұрап, балетке билет алады. Артынан төсектік қатынасқа түседі.
Бірнеше күннен кейін Майкл үйіне кетіп, Эмма қайтадан жалғыз қалады. Хакер бір күні түнде үйдің ішіне кіреді. Осы уақытта Эмма да оянып, асханаға келеді. Екеуі бір-біріне кезігуіне бар жоғы 1 метр ғана қашықтық қалады. Дегенмен қыз оны көрмейді. Бір күні Майкл қызға хабарласып, өзіне біреудің хат жазып, егерде Эммамен сөйлесетін болса өлтіретінін айтып, қорқытып жатқанын айтады. Қыз бірден полицияға хабарласады, бірақ олар өздерінің ештеңе де жасай алмайтындарын айтады. Эмма қай жерге барса да өзін біреу аңдып жүрген секілді сезеді. Көшеде жүрсе де, далаға шықса да. Құрбысымен кездесіп, үйіне келген қыз өз көзіне өзі сене алмайды. Майклдың сыйға тартқан мысығын біреу үй ішінде мауыздап кеткен еді. Ол бірден жігітке хабарласуға тырысады, бірақ ол тұтқаны көтермейді. Болмағасын ата-анасына хабарласып, мысық жайлы және де басқа да проблемаларын айтып жатып, біреудің өзін аңдып жүргенін абайсызда айтып қалады. Кез келген ата-ана секілді, Эмманың ата-анасы қызына ұшып келетін болады. Эмма барлық заттарын жинастыра бастайды. Үйдің ішінде болуға да қорқады, бірақ далаға шығуда өте қорқынышты еді. Өзінің қорқынышын жеңіп, далаға шығуына тура келеді. Эмма кафеге келіп отырады. Дегенмен жан-жағына алаңдап отыра алмайды. Ол құрбысына хабарласып, бір күн оның үйінде түнегісі келетінін айтады. Ертеңіне ата-анасы келіп, үйден көшетін еді. Бірақ қыз өзінің жұмыста екенін айтып, Эмманың тағы бір күн үйде түнеуден басқа амалы қалмайды. Бар жоғы бірнеше сағат қана қалған еді. Құрбысы жұмыстан кейін қасына келетін болған. Ол анасымен сөйлесіп отқанда жарығы өшіп қалады. Қыздың мені жайыма қалдыр деген дауысын естиміз. Онлайн анасының айқайымен қатарласып, хакер жігіт қызды байлап, оны ұра бастайды. Шарасыз ана жан дауысы шығып, полицияға хабарласып, дәрменсіз жігіттен қызына тиіспеуін сұрап шырылдаумен болады. Фильм соңында әртүрлі адамдардың камерасынан жасалған суреттерді көруімізге болады. Былайша айтқанда, ешкімде хакерлердің телефон бұзуынан сақтандырылмаған. Біздің камерамызбен әлеуметтік желімізге қол жеткізу арқылы біз жайлы барлық ақпаратты алуға болады. Осымен кино шолуымыз соңына жетті. Өзіңіздің ой-пікіріңізді міндетті түрде жазуды ұмытпаңыз. Бұл біз үшін өте маңызды.